Ассаляму алейкум рахматуллахи баракату. Казах елім, казах жерім. Хотел бы сказать касаемо вот этого коронавируса. Осы жаман аурулар шығып жатыр. Аллахтың қалауымен осы қиын кездерде халқым, жерім бірге болып, бірге қосылып, иншалла бір-бірімізге көмектесейік, бір-бірімізге бауырмашылық көрсетейік. Сөзбен емес, әр қазағым жалғызым деп тірлікпен көрсетейік. Біз сөзбен көп айтамыз, қазағым, қазағым деп. Енді осы уақытта енді өз-өзін көрсететін уақыт келді. Қазақстанда бірігіп, өзіміздің бай азаматтар болса, иншаллах, кедей азаматтарға көмектесіп, қол ұшын созып, иншаллах, қолынан келгенше бөлісіп, біздің ата-бабаларымыз бұрын кездері бізде шешендер келген кезде немістер, гректер кім келсе соңғы нанмен бөлісіп берілген. Бізде қазақтарымызда әдеттерімізде бар. Енді өзіміздің басымызға осындай жаман нәрсе келіп, оба болған соң бір-бірімізге көмектесейік, қол жәрдем ұшын берейік, бір-бірімізге бауыр болайық, иншаллах. Сөзбен емес, тірлікпен. Мен қазір осы Стамбулдан дәрі жібердім, иншаллах, 1000 пачка дәрілер жібердім. Апта сайын 1500 пачкадан жіберем. Одан көп жіберуге болмайды, аэропорттан кішкене қысымшылық болып жатыр Қазақстанға жіберуге, иншаллах. Сол қол үшін қазір созып, соған беріп жатырмыз, иншаллах. Кімде қатты соған нуждасы болып тұрса, дәрілерге, осында ақшасы болмай дәрмекке қиналып жатқан адамдарға нөмірді жазып қойыңыз. 8701 045 55 55. Дауыр деген інім, иншаллах, сол дәрілер таратады. Мұқтаж адамдарға, қатты ауырып жатқан адамдарға беріп жібереді. Антибиотиктер, басқа витаминдер салатын осы обаға қарсы, иншаллах. Енді апта сайын қолымнан келгенше мен жүріп тұрамын. Басқа азаматтарға да, басқа мен қазақпын деген адамдарға, иншаллах, бай азаматтарға осы қиын уақытта көмектесіңдер, қолынан келгенше қосылып бірге осы ауруды жеңейік, иншаллах. Бәріміз бір жұдырық болсақ, иншаллах, біз ұтамыз, жеңеміз осы жаман ауруды. Тағы да айтайын деп отқаным, хотел сказать касаемо ломбарда 24. Ломбарда я сказал, что накажу тех, которые стоят за этими махинациями. Тех, кто был за этими махинациями, мы их наказали. Но я у них не взял деньги, потому что если я бы взял бы деньги, я не знаю, кому что принадлежит, чей хак. Я оставил это так, как есть. Я их наказал и сказал, верните. А дальше это уже государство или кто там написал заявление или еще какие-то моменты. Я не знаю, кто как уже будет свой хак править. Если они не отдадут это до конца, мы дальше будем с них спрашивать за эти ситуацию, за эти ломбарды, и дальше мы так не оставим. Я хотел показать то, что кто будет кидать народ, что думает, что он убежит или спасется в других странах, этого не будет. Мы достанем, иншаллах, с помощью Аллаха. То, что у нас есть везде наши люди, наши братья, которые нас поддерживают. Это в первую очередь было. Я хочу сказать то, что касаемо то, что сейчас, если мы не объединимся за нашу независимость, за наши, то, что тәуелсіздігіміз болғанға, сколько крови пролились. Наши такие деды, как Кенесары хан, сколько воевал с Российской империей в то время. Свою кровь пролил наш Алихан Бөкейханов, лидер нашей партии Алашорда. Они все пролили, и последние их слова были: мен өлгенше қазағыма адал жұмыс етем. Иншаллах, сол сөзден ұмытпайық ата-бабаларымызға сай, чтобы мы были достойны наших дедов, отцов, не на словах, а на делах. Біз көбінесе айтамыз, батырмыз, үйтеміз, бүйтеміз. Біз 300 жылдық құлдықта болдық, соны ұмытпайық. Сол құлдықта қанша ата-бабаларымыз, қанша қазақтар өліп кетті, 7 миллионнан 3 миллион қалдық. Оны да ұмытпайық, иншаллах. Қазір келді уақыт, біздің уақыт келді, басымызды қосылып, жастардың уақыты келді. СССР-дегі қалған, білмеймін, СССР-дің ойымен қалған адамдардың ол ойдан шығындар. Біз енді Қазақстандамыз, тәуелсіздік жердеміз. Сол жерде қазір бірге болып, бірге қарсы тұрайық. Бүкіл нәрсеге, бүкіл жаманшылыққа, бір-бірі кедей қазақтарымызға көмектесіп, қазақ болмаса да Қазақстанда тұрып жатқан азаматтардың бәріне көмектесейік. Иншаллах, көрсетейік қазақ қандай кең, қандай байтақ жер, адамдары да қандай болған, біздің аталарымыз қалай болған. Соңғы нан өліп жатса да бөлісіп жіберген. Қонақтармен де, өз соседтермен де, бәрімен. Сол үшін, иншаллах, осы уақытта я вас всех призываю быть едиными, быть вместе и быть сильными, иншаллах. В этом наша победа, в этом наша сила. И иншаллах, и не забывать наши традиции, не забывать наших дедов, наших батыров и соответствовать этим словам. Иншаллах, не на словах, а на деле. Альхамдулиллахи роббил алямин. Ассаляму алейкум рахматуллахи баракатух.